Баршаңызға сәлем достар. Бүгін жаппастай немесе индийский маты деп аталатын тағамның түрін әзірлейтін боламыз. Бірінші қамырын әзірлеп аламыз. Салқын суға жарты шай қасық тұз және де жұмыртқаны қосып араластырып, қамырымызға салып, нан илеп аламыз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның астына описанияға жазып кетемін, сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Қамырды илеп, салафанға салып, жарты сағатқа тындыруға қалдырамыз. Достар, менің арнамдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Подливасын жасауға кірісеміз. Ыдысымызға кішкене ғана майды құйып, ысығаннан кейін осылай төрт бұрышты болып туралған, кішірек төрт бұрышты болып туралған етімізді салып, 8-10 минут шамасында бетін жауып бұқтырып аламыз. Одан кейін төрт бұрышты болып тураған пиязды 5-6 минут шамасында қуырамыз. Сәбізімізді қосып, оны да 5-6 минут шамасында қуырып аламыз. Одан кейін болгар бұрышы, қызанақ және де картопты қосып, 1,5 қасықтай томат пастасын қосып қуырып аламыз. Одан кейін 200 миллиграммдай су, приправа, дәміне қарай тұзын салып, 20-25 минут шамасында бұқтырып аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін, осылай майды құйып, майлап аламыз. Бір шетінен бастап осылай қайырып кесіп шығамыз әрқайсысын. Енді осындай кішкене бөліктерге 4-5 см болатындай етіп кесіп шығамыз. Подливамыздың үстіне әр слоймен жауып, қақпағын жауып, 30 минут шамасында жай отта бұқтырып алатын боламыз. Тарелкамызға осылай ең бірінші қамырларымызды салып, ортасына подливамызды салып ұсынатын боламыз. Дәмі енді өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көріп жатсаңыздар, өкінбейтіндеріңізге сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айсұлу.